6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Mağırap mınalarında ön öşpeni. Ey şalav, енді ne isteyimiz? Qoradağı şöp tausıldı, mınalardan da ovalı oldu. Şöbörüp gelir, şaman var mı özü? Ay, benim jaramaydı. Şal qorakka da bilektim kişi gerek. Kozulak kezinde osılarda satıp ekelgen özün emes be? Eşki bolat dep alğanın serke, koyun toqtu bop şıkkan жоқ pa? Ey, qaydan bileydi kumun köbeygirlerde? Erkek mal köbeyüşü mü? Sen odan da olardı pazarga aparıp satmış berendi. Kaytemiz. Jaraydı. Satsam satıcı vereyim. Ey toqta, menin kulağım şalsı estmese, bazarga aparıp ekеуінде satçı vereyik dedi mi? Ekеу деген kim sonda? Biz mi? Ölmeymin Serke. Bizden басқа mına qorada satılатын ешкім жоқ қой. Ey, satqanı қалай sonda? Bizde toqты мен Серкені mal сияқты сүйреп апарып, бөтен біреуге сата салмақшы mı? Sonda біздің құқығымыз қайда? Biz arızdanамыз. Қайда? Кімге? Бүкіл әлемдегі жануарларды қорғау ұйымына, Greenpeace'ке. Енді бәрі кеш. Ертең таң ата бізді мал базарға апарады. Жоқ, мен бармаймын. Мен арықпын ғой. Міне, қараса, құры сүйек. Арық мал базарда өтпейді. Өтедей. Арзанға өтеді. Одан да басқа нәрсе ойластырайық. Базарға сатылатын кезде менің басым істемей, ойлана алмай қалам. Ал бізді сатып алған адам сойып жеп қойсашы. Қазанда қайнап жатқан басымды ойласам, басым қатып кетеді. Ал құлағымды кесіп, бір балаға бередім. Қош бол, тоқты досым. Ой, қоя тұршы Серке. Мен ойланайын. Таң атқанша бір мәнісі болар. Ей, тоқта, тұр, таң атты. Тұрсаң енді. Ата оянса, шаруамыз бітті дей бер. Бірден ойлап таптың ба өзің? Серке, я таптым. Біз шөпті өзіміз орып, қораға жинауымыз керек. Әне, атаның орағы тұр. Мен орамын, сен жинайсың. Табылған ақыл. Қорада шөп көп болса, бізді сатпайды. Қарын тоқ, уайым жоқ. Ой, қазан басым. Кеттік онда. Karnım şırıldап барады. Sen өзің не жеп отырсың? Бүлдіргенде С дәрумені бар дейді. Ал етте Е дәрумені бар. Қасқырлар ет жеу керек, ет. Бүлдірген теріп жеп жүргенімізді масқалар көрсе масқар емес пе? Ту, енді қайтеміз. Біреу бізге таңсәрден қойдың етін дайындап тұр ма екен? Масқара, сендерді деп өрі дейді-ау. Анда тоқты мен Серке орманға келіп өздері шөп орып жүр. Ал сендер аштан бұралып жеміс жидек жеп отырсыңдар. Масқара! Не дейді? Біздің орманда тоқты мен Серке жүр дей ме? Міне саған Е дәрумен кетті. Таста анау бүлдіргеніңді. Бір азығы жолда, түсірейік қолға, кеттік. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген. Мұна шөп енді бізге 2 қысқа жетеді. Бұйырса деңдер. Бұйырса. Тоқта. Не болды? Шөптерің таусылды ма? Бізде де азық таусылды. Бізде азық жоқ.
Орманға келген сендерде жазық жоқ. Жігіттер, тоқтаңдар, келсейік. Бірден басталған бір түрлі ят емес пе? Біз сендерге қонақ емеспіз бе? Мынау не деп тұр өзі? Қазір қонаққа қой сойып береміз. Сендерді мұнда Құдай айдап келді. Біздің тілегіміз қабыл болып, алдымызға ас келді. Ал, ас болсын, жігіттер. Бұйырса деңдер, мына шалғы сирақтарыңды қылыштай қырқып түседі. Серке, көрсет өнеріңді. Тегіреймін. Мүмкін келсерміз. Қарулары жаман екен. Бұғып қалсақ, құлағымызы кесіп кететін сияқты. Мен де жаңа бүлдіргенге тойып қалыппын. Сен шықсаңшы. Неге мен? Жарайды, біз ақылдасып алайық. Ей, сендердің шөптеріңді алып кететін арбаларың қайда? Арбаны алып келеміз. Түс қайта. Онда біз де түс қайта келерміз. Шөптеріңді ора беріңдер. Кеттік жігіттер. Осы шөп құрғырды әкетпей қоямыз ба? Әкетеміз. Менде бір ой бар. Қойда ой көп. Қазақта той көп дегендей. Айтсаң шеді тоқта. Арбаға мына шөп тартсақ, екеуміз тартамай қаламыз. Арбаны біз тартпаймыз. Енді кім тартады? Бұл маңда арбаға жегетін есекте ат та жоқ. Біз бұқаға барып сөйлесеміз. Ол неме, өгіздей боп арбаны сүйреуге көне қояр ма екен? Көнеді. Оғанда қыста жейтін шөп керек. Жүр, кеттік. Ей, не болды? Шай жүрсіңдер ме? Шай ішесің дейсіңдер ме? Жоқ, асығыспыз. Сен не, Серке, мен ойнап тұрмысың? Жоқ, әзір ғой. Бір жерден естіген едім да. Тоқта. Айтсаңшы келген шаруамызды. Мә, бұқа, бұйыл қыс қатты болады дейді. Немене? Мені жаурайды дейсің бе? Менің терім қалың, суыққа да шыдаймын. Суыққа шыдарсың ау. Аштыққа ше. Қыс қатты болса шөп керек. Ал саған шөп көп керек. Бізден 4-5 есе көп жейсің. Рас қой, тоқта. Сонымен не дейсің? Қораларыңа қосып алмақпысыңдар? Жоға, ол денегенің көңіліміз кең болғанмен қорамыз тар. Бұқа, біз саған қысқа жетерлік шөп орып, дайындап қойдық. Қай жерге түсіріп берейік? Ого, рас па? Бұл ненің құрметіне? Кешір бұқа, бұлай ғой. Біз орманнан шөп орып дайындап қойдық. Ақыр орып жатырмыз ғой деп, саған да қысқа сыбағаңды дайындап қойдық. Тек арбамен алып келуге көмектессең болды. Жолдан біздің қораға шөбімізді түсіріп кетесің. Қалай? Келістік пе? Шөптің жартысы менікі болады. 3-тен 1. Біздің еңбегіміз бар дегендей, оның үстіне екеуміз 3-ке бөлейік. Жарайды, келістік. Арбаларың қайда? Бәрекелді. Арбада сынбайтын, өгізді өлмейтін келсін болды. Бұл жайы мақал-мәтел ғой. Кеттік, тоқта. Арбана керейік. Тоқтымен Серке шықты ауылға, қызықтап айналаның бәрін. Дауылмен жолықса да жауынға, достықтың шырқап бірге әнін. Тоқты көргенде жасыл шөпті, көздері жайнап оянып құмары тоңпаңдап шығады. Серке бәрінен тұрып ерте бастайды әнін, секеңдеп үнемі мәз болып жүреді. Ал, енді көрейік сайысып, мына қасқа шаншып алып, отқа қақтаймыз. Өй, қойшы сенде. Қай қасқырды көрдің, қойды отқа қақтап жеген?
жүріңдер. Қалай жесек те жейікші әйтеуір. Азу тісім қышып тұр, ет жегісі келіп. Ет жемесең түсіңе кіреді. Жесең тісіңе кіреді. Бүгін бір ет жеп, тіс шұқитын болдық. Тіс шұқимыз деп мұрын шұқып қалмайық. Кеттік, тезірек. Әне, келе жатыр. Анау кім? Өгіздей бұл арбаны сүйреп келе жатқан. Ол өгіз. Қап, қайдан ғана келе қалды екен. Бөрлер, біз қарулымыз. Өгіздің мүйізі болса, бізде міне найза бар. Қане, жүріңдер. Мыналар кімдер? Ей, сендерге не керек? Жолдан бұлай тұрыңдар. Қашпаймыз. Бұқа, біз саған тимейміз. Шөбіңді алда өте бер. Бізге мына екеуі де жетеді. Шөптің бәрі сенікі, тоқты мен серке біздікі. Келістік бе? Шөптің бәрі менікі ме? Жарайды, келістік. Онда мен өтіп кетейін. Әй, Бұқа, мұның не? Шөпке бола достықты саттың ба? Кешіріңдер, биыл қыс қатты болатын болса, шөптің 3/1 бөлігі маған аздық етеді-ау. Арбадағы шөпті өзім түсіріп алам. Айып етпеңдер. Бара бер Бұқа. Сатқын, қорқақ. Қарайсың, көк жалым. Әй, қасқырлар, бізді жемек ойларың болса, алдымен арттарға қарап алыңдар. Жарайсың, Бұқа. Рахмет саған. Рахметің қыстанмаған азық болмайды. Ертең маған бір арба шөп түсіріп бересіңдер. Келістік пе? Келістік. Түнімен сүйектерім сыздап, қақсап шықты. Белімді сыр беріп. Балық жеу керек. Кальций жетіспейді де. Әне қармағың. Барда балық аулап кел. Балық аулайтын бала деппең мені. Көл алыс. Тізелерім қақсайды. Балықтың майы да пайдалы. Өзім барайын ба енді ел жұртқа күлкі болып? Естідің бе, тоқты? Көлге барып балық ұстайық. Атаға ем болсын. Әйтпесе, ертең бізген шөп беруге жармай қалып жүрер. Оның рас серке, барсақ барайық. Демалыс деп оғасын айт. Ал, ұрыста дұрыс жоқ. Әкел әлгі жауын құрттарды. Мәне. Ақ балық, ақ балық, қармағымды қап балық. Ал қаппаса ше? Қабады. Ал тартқаны. О, алтын балық, қарашы, жалшылды деді. Ата қуанатын болды. Мені жіберіңдерші, өтінемін. Мына балық сөйлеп жатыр ғой. Балықтар сөйлемеуші еді. Мен алтын балықпын. Жіберсеңдер, 3 тілектеріңді орындаймын. 3 тілек орындайым дейді. Тапқан екенсің ақмақты. Қысқасы, 5 тілек орындайсың. Әйтпесе, қуырып жейміз. Солай ма, тоқты? Мен балық жемеймін ғой. Ой, сенде. Ата қалып барамыз. Солар жейді ғой. 5 тілек көп қой. О бастан 3 тілек орындап жүрмін. Олай болса, мен 3 тілек. Тоқты 3 тілек. Орында да кете бер. Не боп кетті өзі? 6 тілек болды ма? Лимит 3 тілек. Болмаса, қуырып жей беріңдер. Қап мұнана, я. Не істейміз, тоқты? Білмейм, серке. Шібере салайықта. Басқа жай балықтар түсер тағы да. Жоқ. Бұл бар басқа балықтарға айтып қояды.
көзінен көріп тұрмын. Жарайды. Сендер үшін тағы бір тілек қостым. 4 тілек айтыңдар да, жіберіңдер мені. Жан тәтті я. Енді сен маған дәмді шөп тауып бер. Дәмі ерекше болсын. Мен алдымен оның дәмін көрім келеді. Мінеки? Шығай мынау. Болмайды. Бір тілек кетті. 3 қалды. Қалайша? Тоқты. Мынау бізді алдап тұр. Меніңше дұрыс айтып тұр. Сен шөп дедің, ол берді. Ой, сен де. Маған емес балыққа жақтасқаның не? Жарай, бұлай едейік. Менің алдыма әлгі қасқырларды алып берші. Көрейік. Тоқта, олар қауіпті ғой. Әкел. Бірақ олар қойдан да жуас болсын. Менің алдымда бастарын ейсін. Бұл? Екінші тілек. Серке, тоқты. Бұлар қайдан жүр? Бұл біздің түсіміз ау. Түс болса да жеп, қарын тойдырып алайық. Ойбайым. Ал енді билеп берсін. Қане, билеңді. Билегеніңіз. Бұл 3-ші тілек. Ой, сен де бір есептесіп қалған балық екенсің. Билесің қасқырлар. Сен 3 тілек айттың. Түкке пайдасыз тілектер. Енді мен айтам. Мазақ еткенді көрсетейін. Айта қой. Сөйтті, қораңа қайта қой. Қазір сәл ойланып алайын. Тезірек ойлан. Ауа жетпей жатыр маған. Тоқты. Қасқырлар келсін. Құйрықтарынан тебейік жақсылап. Жоқ. Бұлай ет балық. Болды. Орындалды. Ал енді мені суға жіберіңдер. 4 тілектің бәрін орындадым ғой. Жарайды. Бар. Енді ұсталса, 10 тілек орындайсың. Ұқтың ба? Ақымақ теке. Әй, кемпір, менің белім жазылып кетті. Мені қараш, тіптен ауырмайды. Жақсы бопты. Онда барып құдықтан су әкеле қойшы кәне. Әкелемін несі бар? Жарайсың, тоқты. Сенің тілегің мықты тілек бол. Ал бірақ, менің тілегім де жаман емес ей. Естимісің, тоқты? Қасқырлар олып жатыр. Жақын маңнан. Атам мылтығын атса, жоламайды. Даусынан қорқады. Өй, атамның мылтық атпағаны қашан? Қасқырлар қорқыныш дегенді мүлде ұмытты. Бір күні қораға шапса қайтеміз. Қайтеміз. Қасқырларға жем боламыз да. Жақын қарсын, тоқта. Қайдағын айтпашы. Атаның мылтығын өзіміз алып атып көрейік. Қасқырларды ма? Өй, жоға! Жақынырақ барып, аспанға 2 рет атсақ болды. Қасқырлар жоламай, безіп кетпей ме? Жарайды онда. Сөйтсек сөйтейік. Кеттік ендеше. Абайла, апа оянып кетпесін. Әне, мылтық. Қазір. Тыныш.
Қане тоқта. Тарс. Тәл қазір алдымнан арыстан шықса да сескенбеймін. Ей, арыстан, бергел мұнда. Шашың өсіп кетіпті ғой, сабалақ боп демесем. Ей, мақтаншағым-ай. Қазір көреміз, не айтарыңды? Несі бар? Қасқырларға айтып тастайын беттеріне. Ит екенсіңдер ғой дейм. Күшік, жоқ, мысық екенсіңдер ғой дейм. Жол болсын. Не болды? Қасқыр көргенде үркіп кеттіңдер. Кім үркіп тұр? Біз шай нетіп, тоқты айтсаңшы. Ей, Мылтық, сенде ғой. Өзің айта беренді. Айтпақшы Мылтық, менде екен ғой. Онда бұлай. Қане, екі қадам артқа шегініңдер. Әйтпесе, атаман. Ой, қой Серке, біз ойнап айтамыз. Қолыңдағыны құртшы, атылып кетіп жүрер. Бет аулақ құрсын. Тарчыры. Аха, қане, 5 рет отырып тұрыңдар. Естімедіңдер ма не? Отырып тұрыңдар. Жылдам. 1, 2, 3, 4, 5. Ал енді секіріңдер. Секір. Жақсылап секір. Ал енді айналыңдар. Тезірек. Оңға қарай. Oldu, üşütür. Atsan attısı. Секірмеймді, айналмаймды. Немене? Масқара болдық қой. Сендер не? Мені ойнап тұр деймісіңдер? Көрсетеміз қазір сендерге. Серке, атсаң шенді. Не болды? Тоқта, оқ қайда? Білмеймін, Серке. Атылмады ғой? Оқ жоқ бәле. Серке? Ал не болды енді? Оғы жоқ Мылтық, таяқпен тең. Өздерінше бізді қорқытпақшы. Қане, берші Мылтықта. Таяқты да қару етсе, шоқпармен тең. Мәсіған. Қане жақындаңдар. Аяқтарыңды сындырап. Соқ, тоқта! Мәсіған. Ал, енді не дейсіңдер? Жарайсың, тоқта. Мылтықсыз ақ енді қораға жоламайтын шығар олар. Мен екеумізді қорғадым. Негізі Мылтық, бізді қорғау керек еді. Ей, сендей досым барда мені ешқандай да жауала алмайды. Өйткені, жүрегі дауаламайды. Солай емес пе, тоқта? Тоқты мен Серке шықты ауылға, қызықтап айналаның бәрін. Дауылмен жолықса да жауынға, достықтың шырқап бірге әнін. Тоқты көргенде жасыл шөпті, көздері жайнап оянып құмары томпаңдап шығады. Серке бәрінен тұрып ерте бастайды әнін, секеңдеп үнемі мәз болып жүреді. Тоқты досым, екеуміз осылай жата береміз бе? Іште қызып кетті. Ойын ойнауға қалай қарайсың? Қайдам? Қандай ойын ол? Жасырынбақ ойнайық. Сен іздейсің, мен жасырынамын. Ал тапсаң, мен сен іздеймін. Қалай? Онда кім бірінші жасырынады? Соны шешіп алайық. Мәселен, кімнің кекілі ұзын болса, сол жасырынсын. Қане, өлшейміз бе?
Жоқ. Кімнің салмағы ауыр болса, сол бірінші жасырмысын. Келістік пе? Болмайды. Кел, санама қайтайық. Кім шықса, сол іздейді. Қалай ет? Бір дегенім бесік, екі дегенім есік. Үш дегенім үкі, үйі оның тесік. Не боп кетті өзі? Үкінің үйі ағаштан ойылған. Тесік дейм. Әрі қарай. Ұядағы сары шымшық, тез ұшып шық. Әне тоқта. Ал енді тез көзіңді жым. Мен жасырынайын. Жарайды. 10-ға дейін санаймын. Қайда жасырынсам екен? 2. Әй, сен көзіңді ашпа, қарама. 4. 5. 6. Қайда жасырынсам екен, 7. 8. 10. Ал іздеймін. Іздей берейін бе? Іздей берейін бе деймін? Сен қулық жасадың, тоқты. Іздеймін бе деген сұраққа деп жауап беруге мәжбүр болдым. Мен жай сұрадым. Жауап бермесең де болар еді ғой. Жарайды. Енді сен жасырын, мен іздейін. Онда көзіңді жұмда, 10 рет сана. Тоқта, қорадан шығуға болмайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Болды, болмағаның қалды. Қазір. Мұнда жоқ, қайда екен? Қайда құрып кетті екен? Жер жұтты ма, қайда жоғалып кетті? Тоқта, шық, сен жеңдің. Қане шық. Сен өзі көктен түстің бе? Шөптен түстім. Сен бар ғой, сен мені алдап соқтың. Мен қорадан шықпау керек дедім, ал сен төбеге шықтың. Шөп қорада емес бе? Мен тек үстіне шықтым. Қорадан шыққан жоқпын ғой. Сен мені бәрібір алдап соқтың. Мен енді сенімен сөйлеспеймін. Қазір мен мына қораны 2-ге бөлем. Қойсаңшы 2. Қоя алмайым. Мұның не? Міне, осы сызықтан өтуші болма, ұқтың ба? Бұл да ойын ба сонда? Жоқ, бұл ойын емес. Бір қадам баспайсың, мына сызықтан аспайсың. Жарайды, өзің біл. Мен барып демалайын. Шәйт. Келе қойыңдар. Шөл деген боласыңдар. Күнде қатты сұп етті. Су салқын, рахат екен. Күнде ысып кетті, шөлдетім. Қазір. Қане, тартып алайын. Ой, қап, енді қайтты ма? Тоқта, енді қорамыз бір болған соң, шөпте, суда ортақ емес пе? Жарайды, мен сені кешірдім. Мына сызықты да өшірдім. Енді өте берсек болады. Ойының башының ба? Білмей қалды қой тіпті. Ойнап айтсаң да, ойлап айтқан дұрыс екен. Мен соны түсіндім.
Ие, қорамыз бір болған соң, шөп пен суды бөліспейік, еш қашан керіспейік. Көңіліміз жайлы, құйрығымыз майлы болсын. Не? Майлы дейсің бе?